Ассалаумағалейкум. Сартоқой сарбас елі. Тобындағы туыстар аман жүрбәсіздер ма? Денсаулықтарыңыз мықты ма? Ел жұрттарыңыз түгел аман ба? Я мына кешегі Чыңгілдегі жігіттердің несін жіберіп алдық та біз жолда болып едік. Содан айта алмай қалғанбыз. Кей кісілер сұрап түсінбей жатыр екен. Бұл жігіттер расында енді көп сандысы бұның нақақ жаңағы діни оқыған, намаз оқыған деген сияқты сондай сылтаулармен кеткен екен. Бұлар 66 адам ғой. Жаңағы 13-үне бір жолда үкім шығарған. Сол 13-тің ішінде біздің сарбас бір туысымыз тұр, анау белгілеп қойған. Бұл жігіттің атын, әкесінің аты Абай. Абай деген кісінің баласы. Мен шын атын ұмытып қаптым. Тошқан дейтін біз әйтеуір. Сол Тошқан дейтін жігіт болған. Бұл да жақсы өзіміздің мықты жігітіміз болатын. Ондай бір қатысты бұзақылығы жоқ, дұрыс жігіт болады. Енді не себептілігіп кетті екен. Одан кейін мына Мамыр деген, бұл енді былайша айтқанда бұл жігіттер енді сол Мамыр бар, жаңағы Дәулет бар, ана басқа жігіттердің барлығы осы Чыңгілдегі былай Шинжаңдағы деп айтсақ та болады. Қазақтың рухы болатын былай айтқанда. Сол қазақтың рухы осы жігіттердің бойында бар болған. Енді соны басу үшін, соны жоғалту үшін осылай жасаған ғой Қытай. Әйтпесе бұларда бір қатты ерекше қылмыс жоқ, менің білуімше. Бұл Мамыр өзі өте мықты жігіт болған. 400-500 адамдық үлкен Ұлыс Орда дейтін рестораны болған Чыңгілде. 5-6 этаждық үлкен бинасы болған. Оның сыртында деген басқа талай көп нәрсе саудадарды, көп жұмыстар жасайтын, жүйрік ат ұстайтын деген сияқты сондай мықты азамат болған. Оның сыртында бұның жаңағы маңайында сондай енді осы сияқты адамның қасында көп қолпаштаушы нелер болады ғой. Сондай адамдар болған. Одан кейін бұны көбінде Қытайларда пайдаланып кеткен болуы мүмкін. Бұны сол біз білеміз, бір Жаншаңшың дейтін бар, қайтып Жаңа үйге дейтін бар. Солармен бірге жұмыс жасайтын. Мүмкін солар сатып кеткенде шығар. Қайтып олардың да өз басы сондай қылып кеткенде болуы мүмкін. Енді одан толық хабар ала алмай отырмыз. Бірақ барлығы сондай жұмыс жасайтын. Енді ол үлкен жұмыс, көп жұмыс жасағаннан кейін одан бір шөк таба салуға болады ғой, былай деп бірдемені шығаруға. Сөйтіп сол жала ғана болды бұларға кеткен негізі жақтан. Одан кейін жаңағы алтын кенге шабуыл жасады дегенде, естеріңізде болса, баяғыда 5 келі 700 грамм деп алтын тауып алған жігіт, мына Қотан жақта ма бір жерде. Сол жігіт Мамырды кеп паналаған, жаңағы алтынын сақтай алмай, немете алмай. Біреу өлтіріп кетеме, жітіріп кетеме деп қорқып. Содан кейін алтыны сатылғаннан кейін бұған Мамырға біраз ақша берді деп жүрген, қорғадың неттің деп, бір 400-500 мың юан ба сондай ақша берді деп. Сол сияқтыны жаңағы аппаратпен алтын қарайды ғой. Сол сияқтыларды сол жаңағы неге жатқызған ғой, айланып кеп, сол алтын кендерге шабуыл жасады, соны тонады деген сияқты. Әйтпесе бұларда ондай не жоқ. Жалпы алғанда сол қазақтың рухын өлтіріп тұр. Енді бұл осымен сол қазақтың жаңағы бұрынғы Оспан батырлар сияқты сол батырлар ғой, Мамырлар, осы айтылып жатқан жігіттер. Бұлар 13-үне бір ғана үкім шығарылған екен бір жолда. Жалпы бұлай үкімін оқи салған жаңағы 66 жігіт екен, 66 адам екен. Естеріңізде болса. Басқа да біздің бауырларымыз бар шығар бұның ішінде. Жалпы қазақтың сорпа бетіне шығатын мықты азаматтар ғой. Өте өкініштен, өте қиын бұл жағдай. Өте жаман. Бұл Қытайдың енді қанша жерге барады екен, енді осы компартиясына бір зауал жетсе деп күндіз түні тілеңіздер, дұға жасаңыздар енді. Бәріміз сол дұғада болайық.